Үйден отырып медициналық ұйымға қалай тіркелеміз? Бүгін осы жайлы видеода мен айтатын боламын. Егер сіз ауылдан ауданға, бір қаладан екінші қалаға көшіп жатсаңыз, мекен-жайлар ауысып жатуы мүмкін. Сол кезде медициналық тіркелуге, яғни поликлиникаға тіркелу қажет болып жатады. Бірінші не істейміз? Сол жердің медициналық ұйымына хабарласып, телефон арқылы участоктың номерін және сізді қарайтын учаскелік дәрігердің аты жөнін біліп алуымыз қажет. Дәрігердің аты жөнін біліп алғаннан кейін біз егов порталына кіріп, денсаулық сақтау бөліміне кіріп, 3 қадам арқылы біз ұйымға тіркеле аламыз. Яғни бірінші қадам ұйымға бекіту туралы қызметті таңдап, онлайн сұрату батырмасын басып, өтінішті толтырып, екінші қадам бұл өтінішті толтырып, яғни электронды түрде қол қоясыз. Толтыруды өзімізге де және балаларыңызға да толтыруға болады. Ең бірінші біз мысалға өзімді қазір толтыратын болам. Тіркелу себебі екі түрлі. Біздер көшуді аламыз. Еркін бекіту дегенде бар, оны егер сізге үйіңіздің қасыңыздағы поликлиника ұнамаса, екінші басқа поликлиникаға тіркелуге мүмкіндігіңіз бар. Және де бірінші айтқаным, учаскелік дәрігердің аты жөнін біліп алу дегенде, осы медициналық қызметкерлердің мұнда тізімдері тұрады. Соны өзіміздің дәрігердің аты жөнін таңдаймыз. Мінекей, осы соңғы қадам, яғни электронды қол қойып, соңғы қадамды жасаймыз. Мінекей, қол қойғаннан кейін бізде жеке кабинетіміз бар. Жоғары жақта, оң жағымызда жеке кабинетке кіріп, қызметтер алу тарихы деген бөлімде осы қызметтің нәтижесі хабарлама арқылы беріледі. Сол хабарламамен танысасыз. Бұл қызметтің нәтижесі 3 немесе 5 күн аралығында берілуі мүмкін. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінікті болмаған жағдайда төменге комментарияға жазып кетсеңіз болады. Мен міндетті түрде жауап беремін.